Сабырсыз, арсыз еріншек көрсе қызар жалмауыз, сорлы қазақ сол үшін алты бақан алауыз. Өзін-өзі күн дейді, жақынынан жалған мін дейді, ол арсыздық белгісі. Ұятсынбай, ойланбай, қой дегенге тіл алмай, іс қылмай ма ол кісі? Бірақ секіріп шығам деп, бірақ ырғып түсем деп, мертік еді жатады, ұрлықпен мал табам деп. Егессе ауыл шабам деп, сөйтіп Құдай атады. Бұл нең десе біреуге жоқ нәрсені шатады. Құтылам деп ісінен, бәрін көріп кісіден, шығынға әбден батады. Бұл болмаса онысы, аударылып қонысы, алыстан дәм татады. Қызмет қылып мал таппай. Бұл болмаса онысы, аударылып қонысы, алыстан дәм татады. Қызмет қылып мал таппай, ғылым оқып ой таппай, құр үйінде жатады. Ел қыдырып ас ішіп, еркек арын сатады. Бала-шаға ұрғашы, үйде жарап қатады. Еңбегі жоқ ер кесіп, бір шолақпен серкесіп, пысық деген ант шықты. Бір сөз үшін жау болып, бір күн үшін дос болып, 100 құбылған салт шықты. Пысық кім деп сұрасаң, қалаға шапса дем алмай, өтірік арыз көп берсе, көргендерден ұялмай. Сыбырдан басқа сыры жоқ, шаруаға қыры жоқ, өтірік өсек мақтанға ағып тұрса бейне су. Ат шапаннан кем көрмес, біреу атын қойса қу нәпсісін тия алмай, атым шығып жүрсін деп, бекерге қас болса, желіктірген айтаққа, арақ ішпей мас болса, ел тыныш болса азады. Ерігіп өле жаздады, үйде отырса салбырап, түзге шықса албырап, кісіні көрсе қылжыңдап, қылжың шылсып ыржаңдап, өз үйінде қипаңдап, кісі үйінде күй таңдап. Ақылы бар кісіні хайбаттайды, даттайды. Ауқаты бар туғанды қайырсыз ит деп жаттайды. Мал мен бақтың дұшпаны кеселді пысық көбейді. Күшік иттей үріп жүр, кісіден кеммін демейді. Қу тілімен құтырып кетер бір күн отырып, қызмет қылған кісісін құрытуға таяды. Қылып жүрген өнері, харекеті, әрекет, өзі оңбаған антұрған, кім ойлайды берекет, кім ұялып аяйды, расы жоқ сөзінің, ырысы жоқ өзінің, өңкей жалған мақтанмен шынның бетін бояйды. Бұл сөзімде жалған жоқ, айтылмай сөзім қалған жоқ. Абайлаңыз, байқаңыз, елдің жайы солайды. Сәлеметсіздер ме? Мен есімім Әсия Ерболқызы. Менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, қолдап отырыңыздар.